ішінен талай мәрте бата алдың, мұхитаға әрісінен от алдым. Аққұмның топырағы тудырған, ұрпағысың батыр баба қапалдың. Мұхиттан да терең еді жүрегің, болмысыңда биік болған білемін. Өшпейтіндей ізің жатыр артыңда, сен себебі ел деп туған ұл едің. Ел десе жанын беретін қиып, тұрушы елге басын иіп. Мұхиттай менің асыл ағамның, тұлғасы ұмытылмас биік. Ел десе жанын беретін қиып, тұрушы елге басын иіп. Мұхиттай менің асыл ағамның, тұлғасы ұмытылмас биік. Қанып іштің төрт тал құлақ тұнығын, нәрін алдың тоғыз сөзден суының. Барлығына өзің жеттің еңбекпен, көшін жалғап жүруші едің ұлының. Жақсылыққа жүретінсің серік боп, мінезге бай парасатты көрік боп. Артыңызда арыстандай ұрпақ бар, сізге қарап бой түзейтін неліктеп. Ел десе жанын беретін қиып, тұрушы елге басын иіп. Мұхиттай менің асыл ағамның, тұлғасы ұмытылмас биік. Ел десе жанын беретін қиып, тұрушы елге басын иіп. Мұхиттай менің асыл ағамның, тұлғасы ұмытылмас биік. Ел десе жанын беретін қиып, тұрушы елге басын иіп. Мұхиттай менің асыл ағамның, тұлғасы мәңгілікке биік. Бүгін мінекей Төле би ауданы Аққұм ауылында үлкен іс-шара өткелі тұр. Ол іс-шара жаңа өздеріңіз танысып өткендей спорттық кешен ашылып жатыр. Бұл спорт кешенінің атауына Мұхит Оралбайұлы Алиевтің есімі беріліп отыр. Бұл бүгінгі іс-шара жалпы спорттық шараға байланысты нәрсе емес, бұл руханиятқа байланысты нәрсе болып тұр. Себебі жақсының аты өшпейді, ғалымның хаты өшпейді деген бір қазақта бір жақсы нақыл сөз бар. Сол сөзге орай Мұхит ағамызды ұлықтайық тағы да бір рет деп, сол кісінің тағы да бір құрметтейік, өмірден өтіп кетсе деген ойменен бүгінгі ашылатын іс-шараға сол кісінің есімі беріліп отыр. Бұл жайдан жай беріліп отқан жоқ. Бүгін бұл іс-шара бүгін бекерге өтіп отқан жоқ. Бүгін Мұхит Оралбайұлы Алиев ағамыздың туған күні еді. Бүгін 11 мамыр. Соған байланыстырып отырмыз. Бұл айтқанда ниеттер байланысқан, біріккен күн болып отыр бүгін. Енді мінекей жаңа Мұхит Әлі атындағы спорт кешені деп жазылып тұр. Мен жалпы ұрпаққа не айтар едім осы жөнінде. Кез келген қонақ, кез келген жастарымыз Мұхит деген кім, Мұхит аға деген кім деген кезде Мұхит аға бұл қазақты біріктіре алған, руханиятты біріктіре алған. Жалпы қазақтың, оның ішінде қапал ұрпақтарының тарихын зерттей алған, соны зерттей арқылы шежіреніп бір жазуға, астар өткізуге, бірнеше ескерткіштер салуға, басына кесене салуға мұрындық болған, соның басында көшбасшы болып жүрген біздің ағамыз еді. Мінекей осы аға туралы біз елге осыны ары қарай айтып түсіндіріп отырмыз керек. Ал енді кез келген азамат өзінің туған жеріне туын тік деген бір сөз бар. Болмаса ауылым, елім, алтын бесігім деп айтамыз. Сондай азаматтардың бірі мінекей Төре бауырымыз өзінің жеке қаржысына осы ғимаратты салып отыр. Бұл жай ғана
спортқа арнап салып отқан жоқ. Бұл жастарға айтқанда инвестиция келіп отыр. Ауылға келіп отқан инвестиция емес. Қалай инвестиция? Бұл адами капиталдық инвестиция. Осы жерден небір чемпиондар шығып, Қазақстанның журналауын үлкен дәрежеде әлемдерде желбіретеді деген ұғымдамыз. Мұхитәлі спорт кешенінің ашылу салтанатына қош келдіңіздер. Тамырлы тарихпен текті рухты бойына сіңірген бұл ауыл Хапал батыр ұрпақтарының қасиетті мекені. Осы киелі топырақта елге қызмет етуді өмірлік мұрат еткен азамат дүниеге келді. Ол мемлекет және қоғам қайраткері, туған жерінің жанашыры Мұхит Оралбайұлы Әли еді. Мұхитәлі ағамыз аққұмда туып, арман сапарына ұлдан аттанған нар тұлға, туған жерге терең тамыр жіберген абыройлы азамат еді. Елім деген еміреніп, жұртым деген үшін қызмет атқарып жатқан Мұхитәлі ағамыздың құрметіне бүгін міне осындай керемет спорт кешені ашылып отыр. Ендеше ашылу салтанаты құтты болсын дейміз. Мұхит ағамызды есімізге алып, Құран бағыштап, қандай кісі болғанын барлықтарыңыз білесіздер. Соны қайттан есімізге алып отырмыз. Екіншісі мұны Мұхит ағаның атынан жаңа спорт кешені ашылып отыр. Соны ашайын деп отырмыз. Білесіздер, Мұхит ағамыз қандай кісі еді. Балаларға тек қана түзу жолмен жүріңдер, өзіміздің елімізді сүйікті адам болып өсіңдер деп сондай тілекпен армандап жүреді. Енді мұны арманы бүгін осы кешене ашылып отқанда ойлаймын, бір арманы орындалып отыр. Өткені бағана айтып отқандай, осы спорт кешенеден мен өзім білем де, сенем де, болашақта чемпион көп шығады деп ойлаймын. Барлықтарыңызды осы мейраммен құттықтап, жақсылық, аманшылық тілеймін. Мұхитәлі ағамыздың атынан осындай керемет спорт кешені ашылғалы отыр. Бұл есімнің беріліп, осындай ашылуы осы ағамызға көрсетілген елдің құрметі, ізеті деп білеміз. Елдің алғысы деп білеміз. Ал енді жалпы Мұхитәлі ағамызды жаңа алдында ағамыз айтып өткендей, ол кісі бір елдің немесе бір атаның емес, осы тәуелсіз еліміздің, қазақ елінің дамуына, өркендеуіне, елдің бірлігі мен халықтың бірлігі мен елдің дамуына үлкен үлес қосқан тарихи тұлға. Ал енді осы кісінің атынан ашылғалы отырған спорт кешенінде жастарымызға рух пен жігер беріп, ел намысын қорғайтын чемпиондар шығады деген сенімдеміз. Бүгінгі жиында ашқалы отырған спорт кешеніміз ел игілігі жолында қызмет ете берсін деп, ағамыздың жатқан жер жәннатта болсын деген. Рахмет баршаларыңызға. Ардақты ағайын, құрметті қонақтар, бүгін Аққұм ауылында тағылымы мол тарихи күн болғалы тұр. Дүниесінің көптігінен салынған жоқ бұл ғимарат. Бұл ауыл жастарына жасалған сый, ауыл жастарына жасалған инвестиция. Осы ғимаратта тәрбиеленген балдарымыз әлемді бағындырады деген сенімдеміз. Оларды тәрбиелеп жүрген бүгінде Нұрдәулет пен Ерланды атап өтпеске болмас. Бүгіннің өзінде дзюдо мектебі қалыптасып қалған ауылда өз басына осындай шаңырақ болып, тағы да дзюдо мектебі, артынан
балаларға ойын алаңдары әртүрлі, волейбол, футбол алаңдары, бассейндер, мынау ауыр атлетикамен айналысатын азаматтарға ғимараттар салынғалы отыр. Ол да жалғас табады деген сенімдеміз. Ел болып бірлігіп оны да жалғастырамыз. Мінекей бүгінгі осындай сауапты іс күні тағы да бір мәселені айтқым келеді. Ғалымның хаты жақсының аты өшпейді дейді. Ағамыздың аты өшпегенін бүгін куә болып тұр. Жазылып тұр жарнамада Мұхит Әлі атындағы спорт кешені. Әрбір келген қонақ, әрбір жас бұл кім еді деген кезде руханиятта қызмет жасаған, елікті бірлікті алған аға деп айту біз үшін аманат. Біз соны айтып жүруіміз керек. Бүгін ортамызда көкеміздің достары келіп отыр. Ортамызда елге белгілі қаламгер әкім таразы ағамыздың жұбайы жеңгеміз Роза жеңгеміз келіп отыр. Роза жеңгейге осы елдің атынан көңіл айтамыз. Алла сабыр берсін отбасыларыңызға. Ұлыңыз бен қызыңыздың қызығын көріңіз. Ол азаматтарда осы жерде өскен азаматтардың бірі, сол көкемнің үйінде жаз жайлауда осы жерде жүріп талай кітаптарға, туындылар пайда болған еді. Сол көкемнің ұсынысымен Мұхит көкем алдарыңызда тұрған мешітті салған еді уақытысында. Ол мешітте бүгінде елге қызмет етуде. Ол жерде әкім ағамыздың еңбегі бар. Сондықтан Роза жеңгей, сіздің келуіңіз біздің мәртебемізді тағы да бір көтерді. Сізге рахмет айтамыз елдің атынан. Мен жалпы тілегімді бітіре отырып, осында Бекзат Саттархановтай жарқ етіп, жұлдыз боп өшкен бауырымыздың анасы келіп отыр. Сізге алғысымызды айтқымыз келеді. Осында сонау Өзбекстан елінен, Бостандық ауданынан ағайындар келіп отыр. Сіздерге алғысымызды айтқымыз келеді. Жамбыл облысынан ағайындар келіп отыр. Алматы облысынан ағайындар келіп отыр. Бәріне алғысымызды айтқымыз келеді. Бөгежіл ағайындарға, Шегір ағайындарға алғысымызды айтқымыз келеді бүгін келіп отқан. Жалпы Жаңылыстың 7 баласына осында қатысып отқан алғысымызды айта отырып, мінекей бүгінгі іс-шарамызға келгендеріңіз бізге мәртебе екенін тағы да белгілі айтқымыз келеді. Осы ғимараттан үлкен тұлға азаматтар шыға берсін, әлемді бағындырсын, біздің көк туымызды желбіретсін. Ағайын, бүгінгі мынау іс-шарамыз құтты болсын, ғимаратымыз құтты болсын. Барлықтарыңызды құттықтаймын. Рахмет. Ардақты ағайын, кешірім сұраймын. Нұрлан Қамзол ағамыз айтып өткендей, қазақ елінің түкпір-түкпірінен, сонау Өзбекстан елінен де осы бүгінгі шараға келіп отқан ағайындарымыздың көп рахмет айта отырып, бізде қазір Қызылорда облысы әкімінің орынбасары, өздеріңіздің жерлестеріңіз, бауырымыз Зебешев Ардақ бауырларыңыздың да құттықтауын жазып жіберген екен. Құттықтау жолда келеді, қазір үлгермедік деп, сол маған оқып беруді тапсырды. Енді аманатты орындайын. Құрметті Әлі әулеті, сіздерді мемлекет және қоғам қайраткері, ел дамуына сүбелі үлес қосқан ардақты ағамыз Мұхит Оралбайұлы Әлінің құрметіне бой көтерген Мұхит Әлі спорт кешенінің ашылуымен шын жүректен құттықтаймын. Бұл игі бастама елге сіңірген еңбектің, халық жадындағы биік тұлғаның лайықты бағалауының айқын көрінісі. Мұхит Оралбайұлының өнегелі өмір жолы, ел мүддесі жолында қажырлы еңбегі кейінгі ұрпаққа әрдайым үлгі болып қала беретіні сөзсіз. Оның есімімен аталатын спорт кешені жас ұрпақтың салауатты өмір салтын баулып, жаңа жетістіктерге жетелейтін рухани және мәдени орталыққа айналады деп сенемін. Осы нысан өңірдің спорт саласының дамуына тың серпін беріп, талай жас спортшының биік белестерді бағындыруына жол ашады деп үміттенеміз. Мұхит Оралбайұлының жарқын бейнесі мен есімі ел жадында мәңгі сақталып, игі істер арқылы ұлықтала берсін. Егемен еліміздің жарқын болашағы жолындағы қызметтеріңізге табыс, отбасыларыңызға амандық, бақ береке тілеймін. Құрметпен Қызылорда облысы әкімінің орынбасары Зебешев Ардақ. Алғыс білдіреміз. Аққұмда Мұхит көкеміздің атындағы екінші спорт кешені ашылып отыр. Осы ізгілікті іс бүкіл өңірде, бүкіл ауылда, бүкіл республикада осындай Қапал Батыр атындағы Қапал рухын ұстап отыратын осы ағайындардың жалпы көзқарасы
ары қарай даму болып танылсын. Себебі Қапал батыр рухын, Қапал батырды, Қапал руын өмірге осылай таныстырып, мұра алып кеткен Мұхит көкеміздің жоспарының тағы біреуі осы Қапал батыр атындағы не болса да ашыла берсе екен, көбейе берсе екен, біз сол жақсылықтың шың басына шығып, жарқырап жүре берсек деген соңында бір үлпеті осыдан 5 жыл бұрын көкем айтқан тағы бір жоспар ол орындалды. Ол деген мынау Қаскелең районы Алматы облысында 1 май деген ауыл бар. Сондағы үлкен орта мектеп қазір Қапал батыр атындағы мектеп. Қош келдіңіздер, қуаныштымыз. Бүгінгі мынау үлкен жиын басымызды қосып, барлығымызды қуантып жатыр. Бұл үлкен қуаныш, елдің қуанышы, бауырлардың қуанышы. Осындай қуаныштар көп болсын. Әкім Тарази ағаларың айтатын, арманды Алла естиді дейтін. Бұл біз тәуелсіздік алған жылдар айтылған сөз еді. Бабалардың арманы, халықтың арманы, қазақтың азаттығы, тәуелсіздігі болатын. Сол арманды Алла естіп, еліміз ел болып, тәуелсіз ел болдық. Арманды Алла еститін, осы жерге келгенде әкім ағаларың Мұхит бауырын ертіп, Төле би бабамның жайлауында қырбасында отырып, екеуі таң қылаң бере қырбасына жалаң аяқ шығатын. Сонда армандайтын. Еліміз отырған осы жайлауды көркейтсек, осы жайлау елдің игілігіне айналса, осы жайлауда керемет мешіт салынса, осы жайлауда керемет мектеп салынса деген армандарын айтатын. Оны өзімде талай естігем. Міне бүгін ақиқат, армандар орындалды. Мұхиттың қандай азамат екенін менен сіздер жақсы білесіздер. Ол үлкендермен ақылдаса білетін, кішіпейіл, жас та болса дана, жүрегінде иман нұры бар, өте мейірімді, өте бауырмал азамат болды. Сол азаматтың арқасында бұл ауыл көркейе түсті. Бұл ауыл жандана түсті. Мұхит туралы айтқанда амалсыз толқисың, өзекке бір өкініш келеді. Мұхиттың өзінен кейінді керемет азаматтардың легі жаңа буын келе жатыр екен. Осы жаңа буынды да қалыптастырып кетуіне Мұхиттың себебі болды. Мен Төре бауырыма, қазақтың осындай үлкен абзал азаматына елдің атынан басым дейіп рахмет айтам. Алла ісімізді оңдасын ағайындар, аман болайық. Төре айналайын жаным, осы елдің баласы, сізді тапқан ата-анаңыздан айналайын деймін. Оның жүрегіндегі сондай бір жақсылық сезімін айтқалы тұрмын. Осы Мырзахан балама қоймай, мені Бекзат батырдың анасына алып барыңызшы деп, менің отбасыма, шаңырағыма Мырзахан екеуі келді. Бекзаттың 4 сәуір күні финал болады, турнирдің финалы өтіп жатқан. Біз үйден Құран оқытамыз. Сол күні ол кісілер кепті. Мен турнирдің соңына дейін кешігіп қалдым. Мені күтіп тұр екен. Мен сол жерде осы баламды кездестірдім. Сонда сол жерде әңгіме болды. Осы Аққұм ауылында, осы жердің еліне, мынау жастарға, келешек біздің ұрпақтарымызға бір спорт кешені салынып беріліп жатыр. Соның құрметті қонағы болыңызшы, бізде спорт сарай ғой деп айтқаннан кейін мен осы екі баланың сөзін қимай сіздердің елдеріңізге келіп қалдым. Осындай ұлдарыңыз болғанына шүкір дейміз, шүкір деңіздер, рахмет сіздерге. Ал енді мынау Мұхит бауырымызға келетін болсақ,
жатқан жері жайлы болсын, топырағы торқа болсын, артындағы отбасындағы әйеліне, бала шағаларына Аллам жақсы ғұмыр берсін. Иә, бұл жігіт біз негізі Балтакөл мектеп интернатында оқығанбыз. Бізден бір 2 класс төмен оқыған жігіт. Одан біздің Түркістан қаламызға қасиетті әкім болып келді. Менің шаңырағымнан дәм татқан азамат. Иә, міне керемет Түркістан қаламызды көркейтуге еңбек етті, ат салысты. Сондай керемет жігіт болды. Неғыламыз енді, жақсылығымыз жақсылыққа көбейе берсін. Еліміз, тыныш жұртымыз аман болсын. Бала шағаларымыз бай қазақ елінде өмір сүріп, бақытты өмір сүре берейік. Әумин. Үлкен шара мына қасиетті жерде сол құтты болсын. Мен мұхитпен тағдырлас адаммын алдымен. Мұхит жетім өскен бала. Жасырлыгүл айтқан Балтакөл елді мекенінен салынған мектеп интернатта оқып жүрген себебі сол. Сонда мен бірге оқыған едім класста. Тағдырласпын деп отырған себебім де сол. Мен сол Балтакөлдің өзінің ақ баласымын, бірақ жетім тағдыр айдап апарып мені сол мектепке тыққан еді. Сонда тағдырлас адамдар, Сырлыгүлде бар, Мұхит бар, басқамыз бар, бәріміз сол жерде бірге оқып едік. Жетім жетілмейтін болса, біз жетілмеуіміз керек еді. Бірақ аямаған тағдыр бізді бір сәтте аялап, жетілген қазақтың азаматына айналдық. Енді өз басым Мұхитпенен сол мектепте бірге оқығаныма, кейін сыйласып өмірдің сан соқпағында қатар жүргеніме ризашылық білдіремін. Бұл кәдімгі үлкен кішінің бәрінің бірдей жүрегіне имандылық ұялатып мешіт ашып берді сіздерге. Рас қой, өтірік емес қой. Енді мұндай адамды адам қалай жақсы көрмеуге, қалай жек көруге болады? Бұл Абай айтқан, сүйер ұлың болса, сүй оны, сүйінерге жарар ол деген азамат. Рухы пейіште шалқысын. Әумин, айтқаныңыз келсін. Шын мәнінде жетімдік көрді, басқа көрді десек те, ата бабасымен, үлкен аталарымен, Қапал Батыр бабасымен үлкен соларды пір тұтып, мақтан тұтатын. Оны өзіміз қата жүріп көні көрдік. Енді Мұхит ағамыз туралы мұндағы ағалар айтты. Роза жеңешемізден артық айта алмаймыз. Десек те Мұхит ағамызды біз ең алғаш осы егемендік еліміздің елең алаңында әр аталар өздерінің аталарын түгендеп осындай бір ас шейін беріп жатқан кезде Мұхит ағамыз осындай бір игілікті шаралардың ұйытқысы болды. Жамбыл жеріне келді. Жамбылда сонда ағайындармен табысып танысты. Өзбекстанға бардық, онда ағайындармен танысып табыстық. Сондай үлкен ас берілді. Соның бәрінің басында осы Мұхит ағамыз жүрді. Мұхит ағамызға қандай бір қошемет жасалса да, ол артық болмайды деп ойлаймын. Біз мынау Жамбыл облысы Әулиеата өңірінен арнайы осы бүгінгі жиынға келдік. Сол елдің тілек ниетін ала келдік. Біз өте қуаныштымыз. Осындай ағайындар осылай ұйымдасып, осындай Мұхит ағамыздың атынан осындай кешені ашылып жатқанына. Ассалаумағалейкум ағайын, туған туысқандарым, қонақтарым. Есімін Бұлақ деп қоймады, Теңіз деп қоймады, Мұхит деп қойды. Қайдан деген ол мұхиттай кең, мұхиттай шалқар, мұхиттай ағлы намысты
ел болатын, азамат болатынын қайдан білді екен? Мынау қойылған кешен, бұл қазақты көтеретін, қазақты намысты ететін, қазақты желбіреген тауын көтеретін кешен болады. Өйткені бұл мұхиттың кешені. Мұхит. Мына кешені Алла тағала қазақтың ең соңғы адамы қағанша сақталады бұл мұхит. Ленинтікі, Сталинтікі өліп кетуі мүмкін, ол өшіп кетуі мүмкін. Ал менің бауырымның кешені мәңгі сақталады. Ең соңғы қазақ қалғанша сақтала берсін. Әумин. Құрметті жақсылар, бүгін ерекше күн. Өкініш пен сағыныштың, қуаныштың қатар тұрған күні. Алла өмір бергенде, бүгін Мұхит ағамыздың туған күн тойлап, бір тойдың бір кереметі өтіп жатар еді осы жерде. Қазақта киелі жердің, киелі адамның, киелі жерде, киелі адамда Алланың белгісі бар деп айтады. Мұхит ағамызда шын мәнінде Алланың белгісі бар еді. О кісінің ерекше мейірімділігі, мынау елге мүмкіндік болғанша жақсылық жасау деген жүрегі соғып тұратын, әр адамды жақсы көретін. О кісінің мен қарындас ретінде, қарамағында жұмыс істеген қызметкер ретінде, әріптес ретінде мен о кісіні барлық жағынан таныдым, білдім деп айта аламын. Текті азаматтың мәңгі өмірі енді басталды. Мұхит тану деген бұна өмір енді басталды деп айта аламын. Соның бастамасы бүгінгі мынау елдің игілігіне жарап тұрған төре бауырымыздың тартуы. Осы туған елге деген сағыныш, махаббатпен осы спорт кешен салынды. Бердегі ауылымдағы бауырларыма үлкен үлесін қосса екен мықты азамат болуына. Осы Нұрдәулет деген ініміз үлкен белестерді бағындырған, осы ауылға келіп көптеген жастарымызды шынықтырып, дайындап, халықтың ықыласына бөленіп жатыр. Соған көріп, осы кешен салуына үлесімді қосайын деп, былтыр халықтың батасымен, ықыласымен басталған дүние. Осы биыл ашылуына ертерек балдарға табыстайын, олардың нәзік көңілдері, балалық шынайы асығысына, арманына бір қол жеткізгеніме өте қуаныштымын. Сол сияқты өзіміздің бізге кумир болған осы тұлға ретінде Мұхит көкеміздің атын жаңағы бұрын өзі көз тірісінде сол Нұрдәулет ініміздің жетістігін көріп, сол ниет еткен екен. Сол көкеміздің ойын жүзеге асырып жатқаныма да қуаныштымын. Осы үлкен мерекелік іс-шара осы халықтың ықыласымен жақсы дәрежеде өтеді деген ойдамын. Біздегі бұл спорт кешені бірінші қазіргі күрес жағынан болады. Ішінде секционный залы бар, шахмат ойындары. Сол жастарды жақсылыққа баулаймыз, мықты қылып, осы елге қызмет жасайтын азаматтар шығады деп, екеуін чемпион, олимпиада чемпионы болады деген ойдамыз, сондай ниеттеміз. Жақсылыққа жүретінсің серік боп, мінезге бай парасатты көрік боп, артыңызда ағайын қолдау берсең нар ұлыңа, мен енді жалын қосам жалыныма. Осындай жиындарда балаң едік, сауықты қосып жүрген сауығыңа. Дәл бізден үміт күтіп тұрсыздар ма, кезіксек деп қар өлең дауылына.
ендеше жеңілменен өтіп кетпей сөзімнің жүгінейін ауырына. Сөздің басы сәлем деп айтушы еді, ағайын құлақ түргін тауылына. Осындай елге қуаныш сыйлап жатқан бір сәлем төре дейтін бауырыма. Қуанышқа жиналып кеп отырған бір сәлем осы отырған қауымыңа. Мекені билер менен батырлардың, мың сәлем қапалдардың ауылына. Мінеке ерлік бүгін дәріптелген, Мұхит ағам орын алды анық төрден. Өмірден өзі озып кеткен менен, әрісі болашаққа әдіптелген. Жақсының жақсылығын айт демей ме, жемісін мынау халық анық көрген. Төредей ағамызға мың рахмет, мықтының мықтылығын танып келген. Мұхит әлі аға атында ағасының осындай зәулім спорт зал салып берген. Төреге еңбегіне риза боп, мынау халық төреге де бір қолын қағып берген. Бұл жер ауыл болатын. Ал енді осы Мұхаңның арқасында, соның іс әрекеттерінің арқасында, бастамаларының арқасында осы жер көркейгеніне мен өзім куәмін. Сондықтан мен ойлаймын, Мұхаңның аты еш уақытта өлмейді. Иә, мінекей Құдайға шүкір, мен осындай досымның болғанына, сонымен бірге жүргеніме, бірге дос болып, дастарқандас болғаныма мақтан тұтамын. Енді Мұхиттың бар жасаған жұмысын естіп, біліп, көріп отырсыздар. Біздер көп жылдар жолдас болдық, сыйлас, сырлас болдық. Осының барлық көп бастамаларын бірге бөлісетін едік. Оның рухы биік, адами қасиеті зор, үлкен азамат еді. Енді Алланың әміріне амал жоқ, арадан кетті. Иман байлығын беріп, алдынан жарылқасын. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Мынау ашылған кешеннен елдің биін, туын биіктен көтеретін азаматтар көп болсын. Құтты болсын. Біз енді қатар бірге жұмыс жасадық. Ол кісі 3 ауданда әкім болды. Мен ара Созақ ауданында әкім болғанда, ол кісі Түркістанда әкім. Жиі араласып, сыйласып, бірлесіп, бір-бірімізді құрметтеп тұтатымыз көп. Құпия әңгімелер айтып. Мұхаңның енді ең үлкен мәселе адами қасиеті, адамгершілігі өте жоғары еді. Қай уақытта болсын бір мәселе болса, өзімізде бір қызықшылық болсын, қиыншылық болсын, өте тығыз араласып тұрамыз. Созақ ауданына жиі келетін, анда-санда аңшылықты жақсы көретін, анау бетпақ арқаға барып, сол құс атып, біраз демалып, көптеген пікірлесіп жататынбыз. Осы ауылға әкім болып келгенде, осы ауданға, осы ауылға жол әкелгені, су әкелгені, газ әкелгендерін өңкей мақтанышпен айтып отыратын елге. Сондықтан енді Мұхаң жайлы қазір қандай әңгіме айтсақ та, ол кісімен тек мақтау емес, мақтануымыз керек. Ол кісі өзінің артына үлкен із қалдырды. Әрине өкінішті енді қасымызда болмағаны. Сағынышта да маң бар. Мұхитты бақытсыз өмір сүрді, ерте кетіп қалды деп айта алмаймыз. Мен өзім айта алмаймын. Себебі Алланың берген немлесіне бақыт деген осы емес пе? Қазақта әдемі сөз бар, шапағат деген. Шапағат деген сөз, ол сіз барып кетпенмен алып, мысаға бір жерге алмай екпейсіз, басқа қылмайсыз. Сіздің атағыңыз, сіздіге берген Алланың берген несібесі, сіздің Алланы берген рахметі, сол деген сіз жоқ кезде болатын істер. Сіздің атыңыздан болып атқан істі шапағат деп айтады екен. Ал енді мынау міне төре айналайын, саған үлкен рахмет. Мына мысаға басқа біреулер менің әкемнің атын қойсам болмай ма? Бабамның атын қойсам болмай ма деп. Ал енді төре ол батылдық жасап отыр. Ол үлкен батылдық. Бір өз жанынан шығарып алып, өзінің қаражатымен шығарып, соны істеп алып, неге өз атамын қоймайды? Төренің азамдық қасиетіне рахмет саған айналайын. Сондықтан да мынау елімізге тыныштық болып, мына болып атқан осы жерден тәрбие жалғыз ғана бұдан болмайды. Енді ол басқа елге тарайды бұл.
барлық елдерімізге тарайды. Мен жерде отырған көпшілік ойлап отыр. Басқа елден келген азаматтарымыз бар. Олар да ойлап отыр. Мен де еліме салсам екен деп. Шамамыз келсе саламыз бәріміз де. Сондықтан да мұхиттың жатқан жері жайлы, топырағы торқа болып, өзінің осындай соңына келген, соның мұхиттың тілегін тілеп келдік бәріміз де. Соның тілегін тілеп келген азаматтар барлықтарыңызға жақсылық тілеймін. Елімізге тыныштық, осында елімізде анау төре секілді батырлар көп болсын бірінші. Осылардың арқасында мына мұхиттың атын ары қарай және жалғастырып жатыр. Мұхит онсыз да аты өшпейді, бірақ бұл оны күшейтіп жатыр. Сондықтан да барлықтарыңызға рахмет. Осылай болып, еліміз аман, халқымыз тыныш болып, балдарымыз спортпен шұғылданып, елге жақсы жаңа қорғаныш бола білсін. Спортшы деген сөз ол қойшы болса қойшы жақсы қой бағады, министр болса жақсы министр болады. Бәрі де спортшы, сондықтан да спортпен шұғылданатын бала тәрбиелейік. Мұхиттың шапағаты осылай тарала берсін елге. Рахмет. Зинат ағайын, құтты болсын шапан. Естелікке суретке түсуге шақырамыз. Мұхитәлі ағамыздың достарымен қатар тұрып, бір естелікке суретке түсейік. Қараңыздар. Досымызды қайта тірілткендей болдым деп міне арнайы ұлықтап шапан жауып құрметке бөліп жатқан достарына мың алғыс. Сөйлейін домбырамдап ел алдында, Қапал батыр ұрпағы сөз бергенде, ассалаумағалейкум сәлем бердім бүгінгі көрмеген мен көргендерге. Басиып мұхит ағам әруағына, ақ ниет ақ пейілмен келгендерге батасын алайын деп көргенделдің, сенімін ақтайын деп сенгендердің, бағана Құлбек ағам тілек айтты, дұрыс деп мынау елге дем бергенім, Балтакөл мен Түркістанды қатар айтты. Мен сондай бабалар ат жалдырған белден келдім. Сырлыкүл анамызды көрдіңіздер, абыройын бекзаттың төрден көрдің. Ағайын бір қол соғып қоймаймыз ба, ынтымағы жарасқан елден көрдім. Мұхаңдар бір кездері әкім болған, 300-дің басын босқан жерден келдім. Тал бесігі бұйырған ақ құмына маңдай тері төгілген елден келдім. Қаумалап келген кезде мұншағайын, сырымды қалай іште тұмшалайын. Өлеңге махаббаты өшпейді елдің шырайын, бермей тұғын шыршадайын. Мына күн жеңіс күні, өріс күні, қадірін осы күннің біл шағайын. Өңкүйген дәутұрармен шығып тұрмын, маған да қолдау беріп тұр шағайын. Салмағына жаншылық қап кетпейін, қолдасаңдар қолыңды ұр шағайын. Күрестен айтыс оңай деймісіздер, ауырын мына сынның біл шағайын. Қолғанып аққұмның да қақ төрінде, қолғалып домбырамды бір шабайын. Табылап қалың жұрттың шақырғанын, өлеңнің тіктім ақбоз шатырларын. Қалған қас тыңдарманым армысыздар, тыпыршып қысып отқан тақымдарын.
жағыма құдай өзің қуат бер деп жанына қара елдің жақындадым. Жаңылып білгенімнен бара жатсам, жамағат өзің болшы ақылманым. Мұхиттай марғасқаны ұлықтадың, дәл осынау өнегеңді мақұлдадым. Тойларың той қыласын деп айтқалы, алдыңа келді бүгін ақындарың Құтты болсын мынау бүкіл адамзатқа, елімізге үлкен асыл адамзаттың асыл қасиеті жомарттықты дәріптеп жатқан төре бауырымызға Алла разы болсын дейміз. Алла қолдасын айналайын. Әрдайым осындай жақсылықтардың басы қасында жүре бер, үлкен үлгі көрсетіп жатсың айналайын. Сыйың құтты болсын, Алла тағала жар болсын, қолдасын, абырой берсін. Мынау отбасыңа береке тілейміз. Өзің сияқты жомарт ұрпақтар көп болғай. Алыс жақыннан келген ағайындар, ешқайсымызды бөле жармаймыз. Мынау ағамыздың аруағын сыйлап келгендеріңізге Құда қаласа осы айтқан үлкен тілектеріңіз періштенің құлағына шалынсын. Ниеттеріңіз қабыл болсын. Мынау енді бүкіл елдің атынан Құда қаласа осы төре бауырымызға, мынау сыныптастары, класстастары бір жақсы мынау аттан түспе деп бір ат мінгізіп атар. Сол атқа мінгізер алдында батаны сейітқан атасы келіп нерге бата беріңізші. Әуелі Алла оңдасын, жүрген жерің нұр болсын, тыңдағаның жыр болсын, төрт тілегің сай болсын. Тілегіміз әрқашанда бір болсын. Құдай ниетімізді қабыл етсін, жаратқанымыз жарылқасын. Әуелі Алла оңдасын, барысты қолдасын, көрген қызық мерейін тойдан тойға ұласын. Әулетіңе басына еш жаманшылық болмасын. Үйде түзде жүрсеңде періштелер болсын жолдасын. Тату-татты тіршілік елімізге орнасын. Болашақта алаңсыз жаратқан ел жолдасын. Әр азамат осыған үлес қосуды ойласын. Біз тілектес адамыз, періштелер амин деп бір Аллах бәрімізді қорғасын. Қуаныштың тілегі бол. Ата-бабаның орнына бір Алланың рахымына кешірім нұры жаусын. Осы дастархан иесінің ниетін қабыл етіп, бала шағасының аман етіп, бәле жаза қауіпсіздігін сақтасын. Bir ғана жаратушы елді қорғасын. Я Алла тағала үйдегені үйде сақтасын, түздегені түзде сақтасын. Айдан аман жылдан есен етіп, бала шағасын аман етсін. Құдай әрқашанда сені Алла жарқап жүре берсін. Бақытты да, дәулетті бол. Еліміз заман тыныштық заман болсын. Алла рахымына алсын, пайғамбар шапағатын жаудырсын. Құдай ниетін қабыл етсін. Келек амин. Bir қол соғып қойыңыздар. Ал тұлпар құтты болсын, міне. Үріп кетпесін. Мейлінше шапалап ұрмайып қойыңыздар, кішкене үркіп кетеді. Ұрмайып қойыңыздар. Үркіп алмай қатты. Осындай асыл азаматты аттан құлатып алмайық. Бүгін бізге керек әлі. Ауылда біраз салмап үйдейлеп әрі қаласа. Рахмет, суретке түсіріп алыңыздар, сонымен ағамызды төмен түсірейік. Суретке. Жақсылап түсіріп алыңыздар. Класстастарына, достарына рахмет, міне құрметтеп жатыр. Ауыл азаматтарына рахмет. Осындай игіліктес жатсаған бүгінгі рахметте ат мінгізіп жатыр.
мәрте баталдың, мұхитаға әрісінен от алдым. Аққұмның топырағы тудырған, ұрпағысың батыр баба қапалдың. Мұхиттан да терең еді жүрегің, болмысыңда биік болған білемін. Өшпейтіндей ізің жатыр артыңда, сен себебі ел деп туған ұл едің. Ел десе жанын беретін қиып. Бүгін достық кездесу өтіп жатыр. Достық кездесу осы Аққұм және мінекей алдарымызда Жақсылық ағамыз тұр. Жақсылық ағамыз атты клубтың тәрбиеленушілерімен осы Аққұмнан шыққан тәрбиеленушілер қатысып жатыр. Мінекей мына алдарымызда тұрған Мұхит ағамыздың кенже ұлы Жаһангір жаңа ғана өздеріңізге өнер көрсетті. Бүгін жеңімпаз болған азаматтардың бүгін. Енді сол айтайын деген. Қанып іштің төрт тал құлақ тұнығын, нәрін алдың тоғыз сөзден суының. Барлығына өзің жеттің еңбекпен, көшін жалғап жүруші едің ұлының. 21 ғасырға өмірге келген балдар Абайдың басын берсін, Жамбылдың жасын берсін, Әміренің әнін берсін, Сәкендің сәнін берсін, Құрманғазының күйін берсін, Шараның биін берсін, Ажымұқанның қайрасын берсін, Исатайдың айбатын берсін, Абылайдың жүрегін берсін, Бауыржанның білегін берсін. Жүздері нұрлы болсын, жүректері сырлы болсын, тілдері жырлы болсын. Жігіттің сыртаны болып, осы елдің жастары Олимпиада жаңағы үлкен төрде көрінуге нәсіп етсін. Алла мынау жастарға денсаулық, кәрелік иман берсін. Елімізде тыныштық, патшамызға сабыр берсін. Алла мына кешененің ашылған құтты болсын, жастар өсіп өне берсін, қапал елді бақыт тілеймін. Амин. Ел десе жанын беретін қиып, тұрушы елге басын иіп. Мұхиттай менің асыл ағамның, тұлғасы ұмытылмас биік. Ел десе жанын беретін қиып, тұрушы елге басын иіп. Мұхиттай менің асыл ағамның, тұлғасы мәңгілікке биік. Еліміздің болашақ ұрпақтарымыз аман болсын. Сол ұрпақтарымыз елімізді қорғайтұғын, елімізді байытатұғын, үлкен азамат болсын. Құдай елімізге тыныштық, халқымызға береке берсін. Мына бүгінгі ауылымызда болып жатқан игі іс-шара құтты болып, сол спорт кешенінде Құда қаласа үлкен жаңағы чемпиондар шыға берсін. Мынау бүгінгі оқылатын Құранның сауабы, ішіп жатқан тамағымыздың сауабы, Мұхтар інімізге, Мұхит інімізге тие берсін. Келін, мына балдарым аман есен болсын. Мұхиттан көрмеген қазағымды сол балдарынан көре бер. Мынау еліміз аман, тыныштық заман болсын. Амин. Кереметтей ашылу салтанаты болып, міне түскі асқа келдік. Баршаларыңызға үлкен алғыс айтамыз. Алла нұр жаусын. Қуыстарыңыздан қуаныш кетпесін, бұрыштарыңыздан бақыт кетпесін. Барлықтарыңыздың отбасыларыңыздың жұлдызы жарық, айларыңыз сәулелі болсын. Алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Алтын бастарыңызды ақ жүрекпен алып келген баршаңызға Алланың нұры жаусын. Қош келдіңіздер. Бірақ дегенмен уақыттың шектеулі, сол алыстан жақыннан келген
мемлекет қайраткерлері, қоғам қайраткерлері, халық жазушылары, үлкен ұлы тұлғаларымыз қандай керемет тілектерін айтты. Сол тілектеріңіз лайым орындалсын. Бірінші осы игі істің бастамасы ретінде төренің бауырлары Шолпанға, Асқарға және Айгүлге үлкен рахметімді білдіремін. Көп сіздерге рахмет. Және де осы іс-шараны жүргізіп, осындай жиналыс істеп, сол идеялар тастап отырған жерде інілеріміз бар, Болат және Мырзахан. Және де оны қолдап жүрген Нұрлан көкемізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Және де осы тек қана бұл жерде төре бауырымыздың ғана еңбегі емес, біздің ауылдың ауызбіршілігінің арқасында осы біздің спорт комплексіміз бітіп отырған жағдайы бар. Негізі төре бауырымызды ақшасы артылғаннан кейін, ақшасы көбейгеннен кейін салып тастап деп ойламаңыздар. Бұл өзімнің ауылым, өзімнің туған жерім деген сүйіспеншілікпенен осы жаңағы ғимаратымызды соғып отыр. Және де осы жерде көп, енді атап айтсам, біреулерімізге өкпелеп қалар, сондықтан осы ауылдың көбісі ауызбіршілікпен осы ғимаратты соғып тастады. Және осы ғимаратты соққаннан кейін осы тірліктің бәрін кім жүргізеді деген ой барлықтарыңызды мазалап тұрған шығар. Осы тірлікті бір адамға сүйеніп біз осы тірлікті жүргізіп отырмыз. Ол тірлікті жүргізетін халықаралық дәрежедегі жаттықтырушы өзіміздің ауылда тұрады, Сейхунбаев Нұрдәулет деген. Халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Сол балаға біз сүйеніп осы ғимаратымызды соғып отырмыз. Бұл арман негізі Мұхит көкеміздің арманы болған басында. Кейін төре бауырымыз сол тірлікті жалғастырып, осындай ғимарат соғып, сол мықты чемпиондар шығарамыз деген үмітпенен соғып отырмыз. Бұл тек қана спорт емес, бұл жерде тәрбие де бар. Балдар осы спорт комплекске келіп, жаттығып жатып, балдармен араласуды, сөйлесуді, және де басқа нәрселерді осы жерде көбірек ізденіп біледі деген ойдамыз. Соны бір айтып кетейін деген, сіздерге көп рахмет. Ардақты ағайын, дастарханымызға ас келді. Асқа баталы ауданымыздың ардақты ақсақалдар, мемлекет қызметтің ардагері Бұхар Оралбеков атадан сұраймыз. Әумин. Қадірлі қонақтар, дастарханға ас келіп жатыр. Дәмден алдыңыздар бата берілді. Жастағы қадірлі қариямыз, педагог, баршамызды оқытқан ұстаз Сәбит Әбілдаев атамыз отыр. Және де жоғары оқу орнында тәлім берген ұстаз Сарбай Өскенбаев атамыз отыр. Және де Андас Оразалиев атамыз, ауылымыздың ардақты азаматы, үлгі олардың құрметті азаматы, ауылымыздың үлкен ақсақалдарымыз. Және де Бұхар Оралбек атамыз әкімді асқабаты берді. Осы ақсақалдарда микрофон ұсынсақ, бүгінгі еңіске ақ баласын тыңдасақ, лебізін тыңдасақ дейміз. Сәлемет өзіңізге бұл сөйлеуіңізді еңісіңізді еңісіңізді. Kepada Ustaz Ayarayla Bukaretu Bersama-sama Bersama Ketken Kermegimiz Beneki Ubaywater
Осы жастарымыз аман болсын, елдері сау болсын, замандар тыныш, еліміз аман болсын. Bütün жастардың болашағы үшін, келешегі үшін жасалынып жатқан аман болыңыздар. Барлықтарыңызға зор денсаулық, амандық тілеймін. Ardat ағайындар, мына бүгінгі тек біздің ауылымызда ғана емес, бүкіл Төлеңгі ауылына қуаныштың үлкен шара өтіп жатыр. Бұл шара біздің ауылымыз тұрғындарына, әсіресе жастарға арналып істелген шара. Құда қаласа осы шара спорт кешеніміз туған, соның үшін ең жақсы шеркөлге шыға берсін. Ал енді мұхтың айтатын болсақ, 50-ші өткен ғасырдың 50-ші жылдары, 50-ші жылдары біздің ауылда жазғаған 2 жылдың жарым жұлдыз нәресте дүниеге келді. Оның бірі Мұхтар болса, екіншісі Мұхит. Ағаналы бері Мұхитті айтып жатырмыз, сол Мұхитпен болса, оның ағасы Мұхтарды да айтып кету жөн деп ойлаймын. Мен оларды жастайынан білемін, екеуінде жетім өстім. Әке шешелер ертелеп, еректі өтіп кеткен. Олар атасы, әліменен апасы Қытайдың қолында өсті. Атасы да апасы ауылдан қарапайым жандар еді. Бұл Мұхитпенен Мұхтардың ешқандай жәрдем беретін көкелері, басқа да бір ағалары болмады. Олар тек өздерінің ақылдарымен, өздерінің санасымен, өздерінің Болғанда ашуларың нәпсі жалың, алдыңда ақыл деген асқар табың. Жүрекке ашу кермеп толған шақта деніңнің біл алмайсың абыру залым. Ойласаң мың бір пәле тілден туған, шешендер көп ішінде тілін буған. Bir adam қателесіп сөз сөйлесе жабылып мың бір пәле солы қуған. Жігіттер жабалмайды ақылдассан, жөн білетін білгішке жақындасан, қарап жүрген адамға кісі тимес, сабыр қып өз бойыңды мықты ұстасаң. Жақының жат болады алыс болса, жатта жақын болады таныс болса, сыртыңнан жаман тоғыз табалайды, аяғың бір нәрседен шалыс болса. Кедейлік ер жігітке намыс емес, жоқ болсаң туысыңда таныс емес. Суық ярық соғым жаман әйел үшеуі кедейліктен алыс емес. Ан соқса адам шіркін тосылады, кері кетсе ұйқы кеп қосылады. Құлғытан қара қалпақ болсаң дағы мал шіркін айыбыңды жасырады. Екі арыстан жабылса дәу дүлдірер, ажал жетсе аузы сау дүлдірер. Қаны безер бұлағы жеңіт болсай, тыныш жатқан еліне дау келтірер ақақы. Ассалаумағалейкум, құрметті бауырлар. Бүгінгі үлкен көкеммен ашылған спорт комплекстер бәрімізге құтты болсын. Бұның бастап жасағанымыз үшін өзімізге үлкен алғыстар айтамыз. Өзбекстанда қабылдап атынан. Сіздерге рахмет. Бүгін мынау үлкен шараға куә отырмыз. Мұхит ағамызға арнап ескі ұлы болды. Одан кейін жаңағы спорт кешені ашып жатыр.
мына ас беріліп жатыр. Мынау жоғарыдан келген зиялы қауым, елордасынан келген үлкен кісілер бар. Мына жерде аталарымыз айтып кеткен, жігін іздеме, жігін ізде деп. Біз осы жаныстың көңіл ұрпағынан боламыз, жігін іздетпей отырмыз. Бір қауым ел келдік. Мына жерде түбі дейміз, сайын ақсақал қажы бастап келіп отыр. Көңіл ұрып қоясына, сайын ақсақалымыз бастап келді бізді. Одан кейін қатарымызда қазір бізбен бірге келген Қазақстанның құрметті жазушысы, жазушылар одағының төрі мүшесі Захади Қыстаубай ағамыз келіп отыр. Исмаил Берет деген ағамыз ел еңбегі сіңген Қазығұртының құрметті азаматы. Иса деген азамат, ауылымыздың биі Оразбай, Қазығұртында ауыл дейді. Біз бөгежде әулет болғанға бір танысып келген жатқанмын. Енді мұндай игі істі ол елдің бірі істей алмайды. Бүгін рахмет мемлекет азаматтар осыны ұйымдастырып істеп отырған. Мұхит ағамыздың Құдай алтын жаратқасын, мынау салынған спорт кешені тек игілікке жаралсын. Сол жерде әулетіміздің осы Қапал Батырдың ұрпақтарына тек қана әлемге белгілі чемпиондар шықсын дейміз. Тек қана жақсылыққа басымыз қосылсын дейміз. Рахмет. Рахмет көңі. Кемді жалғайық отырғыздар. Төлеген орақ орын төрағасы Жанғас Ызасар көңілдері жаққа өзіңізді. Ассалаумағалейкум, құрметті көршілер. Бүгін үлкен шаруалардың қағайында мынау көкеміздің өткен өмірін ескерісі, оның істеген еңбегін дәріптеу, оның тұлғалық дегенін ұлықтау, үлкен тірлік, сол тірліктің көрінісі. Оны Күлі көкем тұрады көп көп жақсы әңгімелер айтылды. Оның артында қалдырған үлкен ізгі жолы бүгін мынау елге өнерге жол екенін өздеріңіз білесіздер. Алғашқы осы Қапал Батырдың болмысын, Қапал Батырдың батыр екенін, оның Қапал Батырдың ескерткішін соғу, оны елдің басын қосып соған үйрету болуда үлкен өзіндік рухани дүниесі терең мемлекетке азамат болғаннан кейін соның бәрін көтеріп алып шықты, елге бүкіл жан сеніне өнегелі жол көрсетті. Өзіндік елге серпіліс беретіндей, ел көріп сол артынан сөйлейтіндей өзіндік жол көрсетті. Бұл жол жай жол емес, ол керектіліктің керектігіне сусындаған көкеміздің бойындағы рухани дүниесінің байлығы. Сол байлықты елге шапағат етуде, шапағатты жол көрсетіп, елге ізгілікті жол көрсетіп, осындай елдің мәртебесін, бүкіл Жаңсақ ағайындардың мәртебесін, Қапал ағайындардың мәртебесін көтеруге жағдайы. Қазір мынау Шымкенттің қақ ортасында Қапал Батыр бабамыздың туы, ол осы ағамыздың үлкен еңбегі, үлкен еңбегінің серпілістік рухани дүниесі. Сол себептен көкеміздің жатқан жері жәннаттан болсын, аты қайырлы болсын. Мынау артында қалған ұрпақтар осы өнегелі жолдан өзіндік жаңағы сабақ алып, өзіндік әрекетке көшіп, осындай артынан төре бауырымыз жаңағыдай спорт кешенін соғып өзіндік жол көрсетіп жатыр. Бұл көкемнің 17 жасында бұл елге өзіндік беріп жатқан өзіндік рухани дүниесі деп түсінемін. Сол себептен мынау көпшілік қауым бүгінгі ниеттер қабыл болсын. Сосын мынау айта кетейін, Жантөре қорының төрағасының, сосын мынау республикалық жарыс қорының төрағасының ағайындар. Соны біліп алғандарыңыз жөн болады.
қанша жерде қанша еңбек етіп жатырмыз, қанша тіркеліп жатырмыз. Әр тірліктің өзінің орнымен, өз дәрежесіне қол қойып ойлаймын, ағайындар. Сол себептен мынау бүгінгі ниеттеріміз қабыл болсын. Мынау алға қойған мақсат тіршіліктерімізге Алланың өзі жеткізсін, ел өссін, өнсін, көркемдері жақсылық болсын. Мынау бабаларымыздың рухы қолдасын, ел қабыл болсын ағайындар. Мынау ән-шараның басынан соңы болады ғой, бұл әрине соңы емес, дегенменен орамал тым болмай жол болады дейді. Бүгінгі іс-шараға келіп қатыстыңыздар, сағат тоқтарыңыздар, барлықтарыңызға рахмет. Енді уақыттың тығыздығына қарай мынандай бір медальоннан азырақ дайындап едік. Сол келген деген ағайындарға бір-бірден сыйға таратсақ, соны елге барғанда айтып барсаңыздар деген бір ұсынысымыз болып тұр, соны десеңіздер еді. Бәрімізге бірдей жетпейді деп тұр. Бірақ әрбір бір келген делегацияның бір басшыларына, көз басшыларына осыны берсек деген ұсынысымыз бар. Енді естелік медальон ғой. Жаңа балаларымыздың жарысы, достық жарысы оқтан көрдіңіздер. Сол жердегі жеңімпаздардың бәріне осындай медальонның медалі тағылды. Бұл енді естелікке белгі. Бұнда бірінші бетінде көкемнің суреті бар, мұхит көкемнің. Екінші суретінде біздің логотипіміз. Мұхит әлі спорт кешені жауапкершілік серіктестігі құрылған, соның логотипі жасалып отыр мұнда. Бұл енді естелікке. Өлеңді айта берсін. Бүгінгі жиыннан естеліктері орталыққа балаларымызды шақырып келіп отыр. Жастар болса, жол жүрген балаларымыз, мән болған, өнер болған азамат. Ассалаумағалейкум. Депутаттардың сөзі жазылған байлау деген бес насыр деген термені ойлап берейін, қабылдаңыздар. Ғасыр бұрын құрған хандың тарихын қанға жайып қағаздардың күресіп жауға қарсы соларменен ілесіп талас бардым солақ бардым еділ жайық жағасын оймен кезіп қорасан сырдариядан нәрапармын байлауы Қадірменді ағайын, мынау спорт кешені соғылған орын көбіңіз білесіздер. Сол Сапархан көкем мен Ақжарқын апамның қара шаңырағы еді. Кейін мұхит көкеміздің сол жер Алматыға кеткеннен кейін мұхит көкеміздің жері болып, одан кейін мына жақта спорт школы соғылғаннан кейін сол жердің бәрін жайқалтатын жақсы проектілердің барлығын жасап, сол жер әдемі болсын деп жатыр. Бүгін Сапархан көкеміздің, Ақжарқын анамыздың әруағы бір аунап жатқан шығар. Енді шапаның алтын болса да, жағаменен жем керек, әкең патша болса да, ағайынмен ел керек деген бүгін осы төре біздің баламыз деп бүкіл ел қуанып жатса, сол төренің жақын туыстары осы жерде нағашы жұрты, анасы Ақжарқын нағашыларының, әпкелерінің, бауырларының атынан осы жерде ағаларымызды мен ортаға шақырып бір ауыз тілегін айтсын деп Ерғали ағаны, Болат ағаны, Әбу ағаны, Бақыт ағаны шақырсам. Келіңіздер, құрметті ағалар. Ағайындар,
қысқа әрі қысқа сөйлейді сөзіміз біз Түркістаннан келдік. Төренің нағашысымыз. Ал енді адамды жастайынан біле керек екен. Еліміз жастайынан кішкентайынан бір адамға жақсылық істегісі келеді, жәрдем бергісі келеді. Сонда ойланады, осы жігіттен бір нәрсе шығады деді. Ал енді еңбегіне рахмет төре, халқына еліңе тұрмасы еңбегіне рахмет, еңбегін жана берсін, әр уақытта қуанышқа бере берді. Ал енді мұхиттың жатқан жері жайы болсын, топырақ торқа болсын дейді. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар. Мына бүгін мен Сапархан ағамыздың бөлесімін. Шымкенттен келіп жатыр. Бүгін мына спорт комплексінің ашылғаны осы дейміз. Ішінен үлкен чемпиондар шыға берсін, азаматтар шыға берсін. Асыл тастан, ақыл жастан дейді ғой, жастарымыз Құда қаласа мына енді осы спорт школдан спортсмендер болып шыға берсін. Жақсылық болсын. Мына бүгінгі мына төре, бүгінгі беріп жатқан асың ниеттері қабыл болсын. Ассалаумағалейкум. Достар, жігіттер, қадамдарыңыз болсын. Салаң ғимаратын құттығызын айналайын. Атын шыға мен Сапарханның нағашым болады. Сапархан не дейміз, мына елдермен таныстырып, шет-шеттегі елдердің бәрін танып отырмын. Сен атыңда еңбегі жаңа берсін. Семьяда бақытты бағдарлет болып жүре береді. Еңбегің сынсын айналайын. Үлкен рахметімді айтамыз. Алланың нұры жаусын сіздерге де. Жақсы әнді тыңдасаң ой көзімен өмір сәуле көрсетер судай тұнық деп Абай атамыз айтқан. Теңізші матростан бастап 7 жылдың ішінде капитан болған бір кеменің. Одан кейін бүкіл Ақтау қаласындағы капитандардың басшысы болды. Біздің еліміз кешегі Совет одағы тұсында сол Каспийдің маңында қазақ азаматтарынан маман жоқ, тек қана басқа шетелден келетіндер, сол гражданский суднаның басшылары, капитандары, мотористері, үлкен алып кеменің үлкен бастықтарының бәрі өзге ұлттың адамдары еді. Кейін еліміз тәуелсіз алғаннан кейін 2000 жылы ең алғаш сол Маңғыстау облысы Ақтау қаласында теңізшілерді оқытатын оқу орны ашылып, осы төре бастаған бірнеше азаматтар ең алғашқы болып сол жақтан білім алып, сол жерде жұмыс жасап, қаншама қазақ азаматтары бірігіп, мынау біздің ата-бабамыздың қорғаған, ата-бабамыздың осы күнге аманат етіп қалдырған Каспийдей теңізі, 5 мемлекетпен шекараласып жатқан қазақтың дариясы, байлығы, үлкен мұхиты деп құрметтеп, соның үстінде әрқайсымыз жұмыс жасап, осы теңіздің үстінде қазақтың туы желбіреп, әрбір кеменің капитаны Қазақстан азаматтары, қазақ азаматтары болса екен деп атсалысты. Дәл сол уақытта осы алғашқы мамандар өте білімді болғандықтан Европада, Дубайда 10 миллион, 15 миллион айлыққа жұмысқа шақырып жатқан кезде олар оның бәрін тастап, ертең елдің болашағын ойлайық, мына басқа өңірлер Маңғыстау даласындағы Каспий теңізінің ұлан байтағын осы қазақ азаматтары игерсін деп үлкен мекемелер ашты. Сол Мари болашақ деген мекеме теңізшілерді оқытады, АТМ Сошын деген мекеме кеме жөндейтін мекеме, Маринтейн деген мекеме ол кемелерді жабдықтайтын мекеме. Сол мекемелердің бәрін достарымен бірге осы төре Сапарханұлы ұлдарыңыз ашып, бүкіл тапқан тайынғандарын әлі де сол мекемеге салып, былтырғы жылы ең алғаш рет министрдің алдына барып рұқсат сұрап, 6 шілде теңіз және өзен көлігі қызметкерлер күні болып бірінші рет теңізшілердің мерекесі болды.
Қазір Ақтауда 2,5 мың теңізші бар, 50-ге жуық сол теңіз саласының үлкен мекемелер бар. Соның бәрі басы жиылған 10 күндік үлкен мереке өткен. Биылғы жылы тағы да халықаралық болып жалғасын тапқалы тұр. Бұл жердегі айтып жатқаным, сол төре балдарыңыздың жұмысын таныстырып кетейік. Балаларыңыз теңізші болам десе, сол теңіздің тізгінін ұстап үлкен кеменің капитаны болам десе, Ақтауға жіберіңіздер деп төре айтып жатыр. Құдай қаласа, осындай игі істе болып тілеулес болған барлықтарыңызға рахмет айтамыз. Енді таңнан бері қаншама уақыттарыңызды бөліп жатсыздар, өте ризамыз. Мұқағалидың өлеңі бар: әке сенің жасыңнан асып барам, кезі келгенде тасып талам, кезі келгенде жасып талам, бұл өмірге бәрібір ғашық балаң. Құралақан емеспін қуаныштан, қуаныштар алдымнан құрақ ұшқан, бір арыстан өмірден өткенімен өмір сүріп келеді тірі арыстан. Өкінбәге отың бар сөнбей тұғын, ол мәңгілік жанады көрмей тыным. Ұрпағың бар елменен ер намысын, тілі тұрса қолынан бермей тұғын деп жырлаған. Міне сол Сапархан көкемізде марқұм, Мұхит көкемізде марқұм, екеуі қатарлас, бірге өскен дос еді. Жатқан жерлер жәннатта топырақтары торқа болсын. Сол жақсылардың бүгін аруақтары бір аунап жатқан шығар. Оқылған Құран, Құдайдан тілеп жасалып жатқан дұғаның бәрі қабыл болсын. Сондықтан сол Мұхит көкеміздің қасиетті қара шаңырағын, Мұхиттай бір туар ардақты азаматтың ұрпағын жалғастыратын үлкен отанның анасы болып отқан Әйгерім жеңгемізді ортаға шақырып бір ауыз тілегін айтсын деп, және осы бүгінгі кеште сіздермен марқайып, сіздермен шаттанып, сіздердің қолдауларыңызбен көкке жетіп отырған төре балдарыңызды шақырып бір ауыз алғысын айтса деймін. Рұқсат берсеңіздер. Қонақтар, ағайын туыс бауырлар, шынымен аққұмауына сұралықтар тұрған еді осы спорт кешені. Соны төрем қайныңыз қолға алып, бәрін жүзеге асырып, отырғана үйге келіп маған айтады, Женше мен баяғы әкемнің туып өскен жеріне қара шаңырағына, яғни сол жерге бір спорт кешенін салсам, соған күндердің атын берсем деп. Мен айттым, қуана ел не деп жатыр дегенім, барлығы келісіп жатыр деп. Сол былтыр ғана бастаған іргетасы қалады, бүгінде міне ашылып жатыр. Төлегі қайным, көтелеріміз, біреуімізге аға, біреуімізге көте ұқсаған, сол жерден талантты балаларымыз әлемдік деңгейде көріне берсін. Құдай қаласа, мына жерде шынымен де маған айтып жатыр ғой, азамат бері барлықтарыңызды түсінемін, көп рахмет. Мынау көкелеріңіздің, ағаларыңыздың біреуіңізге бауыр, біреуіңізге дос болған, сол біздің әруағын сыйлап, сонау Астана, Алматы, Ақтау, Тараз, барлық жақтан, Шымкенттен келіп жатыр. Барлықтарыңызға алғысым шексіз, Алла разы болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Төре еңбегіңіздің табысын көріңіз. Құдай қаласа, тек жақсы балалар тәрбиеленіп өседі деп сенеміз. Рахмет. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар, ағайын туысқан, аға көкелерім, жан-жақтан келіп алтын бөліп келіп жатқандарыңызға үлкен рахмет. Нағашыларым келіп жатыр, ағаларым келіп жатыр, жан-жақтан туысқандарым. Жақсы тілектер айтып жатыр. Алла бағынан шалынсын. Біздің үлкен кең байтақ жерімізде жақсылық күшке бөліп атамыздың айтқан жақсы сөз бар ғой. Қазақстанда 5000 ауыл бар. 5000 ауылда 5000 жігіт табылмады ма? Осы ауылдарды көркейтетіндер. Сол сияқты сол атамыздың осы жерде отырған көкелеріміздің көңілдерінен шығып жатсақ қуанамыз. Енді осы игі іске түрткі болған, маған осындай игі іске нәсіп еткізген мен әке-шешем рахмет айтамын. Сол кісілердің бірінші Алла тағалам, екінші әке-шешемнің тәрбиесі, үшінші осы ауылдың маған берген құрметі, қошеметі, махаббаты, мынау Ақтаудың аты деген. Сол үшін әр уақытта, әр жанұяда осы жерде отырған осы елге қызмет жасайтын
елді көркейтем дейтін азаматтар шыға берсін. Әр отбасында ұл-қыздарыңыз мақтан тұтатын әр әке-шешенің арманы жақсы ұл тәрбиелеу, жақсы қыз тәрбиелеу. Осы армандарыңызға қол жеткізе беріңіздер. Әр шаңырақта той болсын, қуаныш болсын, осы әлем чемпиондары шығады деген үміттемін. Басында да біз осы ауыл ағаларымызды көкелерімізбен ақылдаса келе көкеміздің сондай ауылға деген ықыласы, ниеті, біз өзіміз сол тәрбиемен өстік. Сол кезде де Нұрдәулет інімізді көріп жетістігін ниет еткен екен. Сол көкеміздің игі жолын жалғасақ деген ниетпен басталған дүние. Осы халықтың батасымен, ықыласымен тез арада бітіп отыр. Сол жастарға барынша кеше айтып жатқан үш нәрсені сәйкестендіре білсек деген. Бірінші білім, екінші рухани тәрбие, үшінші жан шынықтыру, жан саулығы. Сол үшеуін сәйкестендіре алсақ, ол елге қызмет жасайтын жастар көп болады деп үміттемін. Тектеспін. Бәріңізге алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге рахмет. Керемет кеш болды. Кем-кетіктері болса кешірім сұраймыз. Енді азғанда уақытында осы халықтың қолдауымен жасалған дүние бүгінгі кеш, бірақ өзімнің көңілімнен шықты, бәріңіздің көңілден шығады деп ойлаймын. Кем-кетіктер болса кешірім сұраймын бәріңізден. Алла разы болсын. Ал қадірлі жақсылар, осы ашылу 11 мамыр Мұхит көкеміздің туған күніне болсын деп төкем ниет етті. Ертең 25 мамыр балалар демалысқа шығып кетеді. Оған дейін зал кейінге жазға қалдырсақ, жазын демалысы қаңырап бос тұрмай, бауыр басып, күнде сол жерде алысып, ойнап, үйрене берсе екен деп тез арада болды. Бірақ барлық нәрсені сол үлкен кісілермен ақылдасып, барлық кісілерді тыңдауға, сол кісілердің айтқан жолымен жүруге тырысып, барлығының көңілін тапсам екен деп осы төре балдарыңыз барынша тырысты. Сондықтан кем-кетік, кемшілік болатса, әлі де жас, ертең болашақта болып жатқан кемшілікті толықтырар деп кешіріммен, жақсы көңіл күймен қарайсыздар деп сіздерге өтініш айтамыз. Барлықтарыңызға Алланың нұры жаусын. Мұхит әлі спорт кешенінде үлкен додалар болсын, үлкен чемпиондар шықсын. Біз сіздермен ешқашанда қоштаспаймыз. Мұхит әлі кешеніндегі әрбір жақсы игі істерде жарқын жүзімізбен жүздесіп тұрғанша сау сәлеметте болыңыздар. Алыстан жақыннан келген қонақтардың бәрін жолы болсын. Рахмет Болат аға. Дәстүр бойынша бата сұраймыз. Ауданымыздың құрметті азаматы қожанымыздар Балғабай атамыз бата береді. Мырза қаржы көкеміз қасиетті Құран аятын береді. Әумин. Қожанатқа нием құдірет, жерімізді қабыл ет. Халқымды даласымен сақта, елімді данасымен сақта. Сәбиді анасымен сақта, азаматты санасымен сақта. Жұртымды қайғы қасіреттен сақта, кең даламды өрс малмен сақта. Елге төнген қауіп қатерден сақта, табиғи зілзала, оттан, судан, және жол апаттарынан сақта. Уа халқым, бауырың бүтін болсын, сарқылмас құтың болсын. Күніміз ұлысты болсын, жеріміз ырысты болсын. Ел аман жұрт тыныш болсын, соғыс болмасын. Төренімізге айтарым, айналайын жастар, ақылды болыңдар, арлы болыңдар, бақытты болыңдар, малды болыңдар. Бизнестерін дөңгелеп, қазақ жігіттерінің алды болыңдар. Бүгінгі іс-шара құтты баянды болып, мұны ниеттерің қабыл мұраттарың асыл болса амин. Амин. Elhamdülillahi et'amena ve sakana ve cealana minel muslimin. Allahümme barik lana fima razaqtana. Ya Rabbana Kerim. Mınau jиынға іс-шараның арнайы дайындалған хатын Құранымызды бағыштаймыз. Қабыл ете көр. Аллаху акбар.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأسفل فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين بسم الله الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا حكيم يا أرحم الراحمين арнайы оқылып шыққан хатым құран сауаптарын бағыштаймыз. Әуел пайғамбар Хазіреті Адам Сәкибуллах, Нух Набиуллах, Ибраим Халилуллах, Муса Калимуллах рухтарына, бүкіл адамзаттың ұстазы, сүйікті пайғамбарымыз Хазіреті Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям исім шәриф рухына, Ахмет Бәйтіне, сахабалар, табиғилер рухтарына, барша өткен әмбие, машайықтар рухтарына, әумиінде осы болып отырған баршамыздың дүниеден өткен ата-аналарымыздың рухтарына арнайы бағыштаймыз. Бөленбай, Құнанбай, Қанытбай аталарымыздың рухына, Оңғарбай, Ержан, Қалжан, әлі аталарымыздың рухтарына, Шүйке апамыздың рухына, Құрбан жездеміздің рухына, Ташкенбай жездеміздің рухына, Сайғанкөл әпкеміздің рухына, Санакөл әпкеміздің рухына, Тұрсынкөл әпкеміздің рухына, Құрбанұлы Сапархан бауырымыздың рухына, Нысанбек қызы Ақжарқын жеңгеміздің рухына бағыштаймыз. Жансерік рухына бағыштаймыз. Әлі атамыздың рухына, Бөбітай апамыздың рухына, Оралбай атамыздың рухына, Әтіркүл апамыздың рухына, Мұхтар ағамыздың рухына, Мұхит ағамыздың рухына бағыштаймыз. Ақыл Қажы көкеміздің рухына бағыштаймыз. Нұрислам баламыздың рухына бағыштаймыз. Сондай-ақ дүниеден өткен бауырларымыз Ерікбай, Мырзалы, Ильяс рухтарына бағыштаймыз. Я Раббана Кәрим, Я Архамар Рахимин, өзіңнің шексіз мейіріміменен, құдіретіменен осы аталған рухтарын шадыман ет, қабірлерін нұрға бөле, қабір азаптарынан сақтай бөр, қиямет қайым сағатында амалдап терлерін оң жағынан берілуін нәсіп ет. Сират көпірден
найзағайдың жарқылындай уақытта өтіп, қуануларын нәсіп ете көр. Я Раббан Аламин, Я Архамар Рахимин, мына ұрпақтарының ғұмырларына береке бер, істеріне, рызықтарына береке бер. Мынау жомарттық танытып, елге сондай үлкен сый жасап атқан төре бабамыздан разы бол. Сахаба, ең бай сахаба, дәулеті сахаба, Абдрахман ибн Ауфтың дәулетін бере көре Раббана Кәрим. Я Архамар Рахим, жолдарын ашық ет, рызықтарын төгін шашын ет, дуамызды қабыл ет, елге, жерге, халқымызға береке бер, баршамызға хидаят бер, инсап, тәубек бер, елді басқарып жатқандарға да инсап бер, Раббана Кәрим. Еліміздің өркендеуіне, дамуына нәсіп ет. Я Раббал Аламин, осындай іс-шаралар, елге, қоғамға пайдалы ғимараттар қазақ елінің әрбір елінде салына берген. Дұғамызды қабыл ал, разы бол. Раббана атина фид дуния хасана, ва фил ахирати хасана, ва қина азабан нар, бирахматика я архамар рахимин. Ниеттер қабыл, мақсаттар хасыл болғай. Аллаху акбар. Әумин.